Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. 50 жасқа келгенше мен ақ көйлек кимеймін деп ешқашан ойлаған емеспін. Кішкентай күнімде-ақ өзімнің де бір күні ұзатылып, өз шаңырағым, өз балаларым болады деп армандайтынмын. Бірақ өмір адамның жоспарын сұрамайды екен. Менің атым Гүлмира. Биыл 50-ге толдым. Ал бүгін менің тойым. Ақ көйлек киіп айналдында отырғаныма өзім де сенбеймін. Шашынды сәндеп жатқан қыздар: "Апай, уайымдамаңызшы, бүгін ерекше сұлу болып тұрсыз", деп күлімдейді. Мен де күлем, бірақ ішімде бір түрлі сезім. Қуаныш, қорқыныш, сенімсіздік. Бәрі араласып кеткен. Айнадан өзіме ұзақ қарадым. 50 жыл. 50 жылдың ішінде қаншама нәрсе өтті. 23 жасында тұрмысқа шығам деп жүргенмін. Құда түсуге санаулы күн қалғанда әкем инсульт алып төсекке таңылды. Анам жалғыз өзі ештеңеге үлгермейтін. Екінім мектепте оқиды. Үйдің үлкені менмін. Сөйтіп бір күнде мен қалыңдық емес, отбасының асыраушысына айналдым. "Жігітім, біраз күтейік, әкеңіз жазылып кетсін", деді. Мен де келістім. Бірақ тағдыр тағы басқа жоспар дайындап қойған екен. Әкем жарты жылдан кейін қайтыс болды. Үйдің барлық жауапкершілігі анам екеуміздің мойнымызға түсті. Інілерімді оқыттым, үйлендірдім. Бастарына үй алып беруге көмектестім. Жылдар өте берді. Бір кезде анам: "Қызым, өз өміріңді де ойла", дейтін. Мен: "Әлі үлгереміз, мама", деп күлетінмін. Бірақ уақыт ешкімді күтпейді екен. 40-қа келгенімді де байқамаппын. 45-те алғаш рет жалғыздықтан қорықтым. 50-ге бір ай қалғанда анам дүниеден өтті. Үй іші бос қалды. Кешке жұмыстан келгенде үнсіздік қарсы алады. Теледидарды тек дауыс болсын деп қосып қоятынмын. Ас дайындағым келмейтін. Шайдың өзін жалғыз ішу қандай ауыр екенін сол кезде түсіндім. Анамның 40-нан кейін көрші ауылдағы құрбым Салтанат келді. "Гүлмира, осылай жүре бересің бе? Басқа не істеймін? Өмір бітті деп кім айтты?" 50-ге келдім. 50 деген не? Қазір 60-та үйленіп жатқандар бар. Мен күліп жібердім. "Қойшы. Жоқ, шынымен айтып тұрмын. Сен әлі де жақсы адамға жолығуың мүмкін. Мені кім алады? Әлі-ақ көресің." Сол сөзге мән бермедім. Бірақ арада 2 апта өтіп өткенде өмірім күтпеген жерден өзгерді. Аудан орталығына құжат рәсімдеуге барғанмын. Кезек ұзын. Барлығы қабақтарын түйіп тұр. Қасымдағы орындыққа бір ер адам келіп отырды. "Кезек көп екен." "Иә. Шаршап кеткен сияқтысыз." "Аздап." "Су ішесіз бе?" Қолындағы бөтелкені ұсынды. Әдеппен бас тарттым. Бірақ оның даусы сондай сабырлы екен. Құжатымыз қатар бітіп, сыртқа бірге шықтық. "Мен Ерлан боламын." "Гүлмира." "Танысқаныма қуаныштымын. Сол күні әркім өз жөнімен кетті. Осылай аяқталады деп ойладым." 2 күннен кейін телефоныма бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. "Сәлеметсіз бе? Мен Ерланмын. Сол XKKO-да танысқан." "Иә." Нөмірімізді сол жердегі ортақ таныстан алдым. Ренжімессіз деп ойладым. Аздап тосылып қалдым. "Жоқ. Егер қарсы болмасаңыз, бір күні шай ішуге шақырсам" деп едім. Мен үнсіз қалдым. 50 жасқа келгенде біреудің кездесуге шақыратын ешқашан елестетпеппін. Ойланып көрейін. Мен күтемін. 1 аптадан кейін кездесуге келістім. Ерлан менен 6 жас үлкен екен. 5 жыл бұрын әйелінен айырылыпты. 2 баласы бар. Екеуі де жеке тұрады. Әңгімесі салмақты. Артық мақтанбайды. Біреу де жамандамайды. Ең бастысы, тыңдай біледі. Сол күні үйге қайтып келе жатып, көптен бері алғаш рет жүзінде күлкі пайда болған сездім. Келесі айларда біз жиі кездесе бастадық. Саябақта жүрдік, кітапханаға бардық. Ауыл сыртындағы көлер жағасында ұзақ әңгімелестік. Ол ешқашан асықтырмады. Бір күні: "Гүлмира, қалған өмірімізді бірге өткізсек қайтеді?" деді. Мен үнсіз жылап жібердім. Бұл қуаныштың жасы еді. 3 айдан кейін той күні белгіленді. Той қарапайым болса да, ағайын туыс түгел жиналды. Ақ көйлек киіп, залға кірген сәтте бәрі қол соғып қарсы алды. Менің көзіме жас келді. Бақыт маған да бұйырыпты деп ойладым. Беташар аяқталды. Қонақтар тілек айтып жатты. Дәл сол кезде
Асаба микрофонды Ерланның анасына ұсынды. Ақ жаулық жамылған Кейуана орнынан баяудырды. Алдымен жақсы тілегін айтты. Сосын маған ұзақ қарап қалды. Залда тыныштық орнады. Кенет ол жымиып: «Келін, айып етпе. Бірақ 50 жасқа дейін тұрмысқа шықпадың дегенге сену қиын екен. Бұрын точно үйленбедің бе?» деді. Бір сәтте күлкі де, музыка да тоқтады. Жүздеген адамның көзі маған қадалды. Ал мен не айтарымды білмей, орнында қатып қалдым. Залда өлі тыныштық орнады. Енемнің айтқан сөзінен кейін ешкімнің қолындағы қасығы да қозғалмай қалғандай болды. Мен бір сәтке дем ала алмай қалдым. Жүрегім тартылдап, құлағыма өз үнім ғана естіліп тұрды. Енем болса, ештеңе болмағандай маған тесіліп қарап тұр. «Не болды? Сұрақ қойдың ғой», деді жай ғана. Асаба да аптырап қалды. «Апа, тілек айтайық», деп әңгімені басқа жаққа бұрмақ болды. Бірақ енем тоқтар емес. «Мен жамандық айтып тұрған жоқпын. 50 жасқа келген әйелдің бірінші рет келін болуы таңғалдырады. Сондықтан сұрап тұрмын». Залда отырған бірнеше әйел бір-біріне қарап күбірлей бастады. «Рас қой, қазір ондайлар сирек. Бір сыр бар шығар». Сол күбірдің бәрі маған анық естіліп тұрды. Менің қолым мұздап кеткен. Ерлан қасында үнсіз отыр. Ол да мұндайды күтпеген анық. Бір кезде ол орнынан тұрып: «Анашым, бүгін осы әңгімені қозғамай-ақ қояйықшы» деді. Енем қабағым тиді. «Мен өтірік айтып тұрмын ба?» «Жоқ, бірақ онда неге үндемеуім керек? Мен ақырын ғана микрофонды сұрап алдым. Қолым дірілдеп тұр». «Апа, иә, бұл менің бірінші некем. Өмірде бәрі бірдей емес қой». Осы сөзді ғана айттым. Артық ештеңе түсіндіргім келмеді. Қонақтардың көбі қол шапалақтап әңгімені жабуға тырысты. Бірақ сол бір ауыз сөз менің жаңа өмірімнің басына түскен алғашқы сынақ екен, ол кезде білген жоқпын. Той аяқталған соң біз Ерланның үйіне келдік. Үйдің ауласына кіргенде енем бізден бұрын түсіп кетті. «Келін, оң аяғыңмен кір», деді. Даусында мейірім жоқ, тек салқындық. Үйге кірген соң туыстар шай ішіп тарай бастады. Бәрі кеткеннен кейін ғана үй іші тынышталды. Мен ас үйде ыдыс жинап жүргенмін. Енем ішке кірді. Есікті жай ғана жауып қойды. «Гүлмира». «Я, апа?» «Ренжіме, бірақ мен адамдарды бір көргеннен танимын». Мен үндемедім. «Сенің бір сырың бар». «Қандай сыр?» «Айтпай-ақ қой, өзім де сезіп тұрмын». «Түсінбедің?» «50-ге дейін жалғыз жүрген әйел болмайды. Міндетті түрде бірдеңе болған». Мен терең дем алдым. «Апа, әр адамның тағдыры әртүрлі». «Жоқ, сен бәрін айтып отырған жоқсың». Мен үндемедім. Өйткені дәл сол сәтте не айтсам да, ол сенбейтінін сездім. Келесі күні таңертең ерте ояндым. Ас үйге шықсам, енем әлде қашан шайын ішіп отыр екен. «Қайырлы таң, апа». «Таң». Дауысы тағы да суық. Мен дастархан жая бастадым. «Шайды бұлай демдемейді». «Жарайды, басқаша жасап көрейін». «Жұмыртқаны артық қуырып жібердің». «Кешіріңіз. Үй жинауды да дұрыстап білмейсің». Мен таң қалдым. Кеше ғана бұл үйге келдім. Ал бүгіннен бастап әр ісім сынға іліне бастады. Ерлан жұмысына кетірді. «Анашым, Гүлмираға үйренуге уақыт беріңізші». Енем күрсінді. «Мен тек шындықты айтып отырмын». Бір апта өтті. Күн сайын бір ескерту. Бір күні тұзды көп салдым дейді, бір күні аз салдым дейді. Бір күні шайды қою демдеппін, бір күні сүйық демдеппін. Не істесем де көңілінен шықпаймын. Бірақ Ерланның көңілін бұзғым келмеді. Сол үшін үндемей жүре бердім. Бір күні түстен кейін көрші екі әйел келді. Мен ас үйде бауырсақ пісіріп жатқанмын. Қонақ бөлмеден енемнің даусы анық естіліп тұр. «Келін қалай?» «Жаман емес. Бірақ бір нәрсе көңіліме қонбайды». «Не болып қалды?» «50-ге дейін қыз болып жүргеніне сенбеймін». «Неге?» Әйелдің көзі бәрін айтып тұрады. Мен есік түбінде қатып қалдым. Әңгімелерінің бәрін естіп тұрмын. Әлдекіммен тұрған шығар. Болмаса неге күйеуге шықпады? Бір құпиясы бар. Көзіме еріксіз жас келді. Мен ешкімнің әңгімесін тыңдағым келмеген. Бірақ өзім туралы осылай сөз болып жатқан есту өте ауыр еді. Сол кеште үй жинап жүріп, ескі альбомымды аштым. Анамның суреттері, әкемнің суреттері, інілерінің бала күнгі суреттері. Кенет ішінен сарғайып кеткен бір фото жерге түсіп кетті. Мен еңкейіп ала бергенімде, дәл сол сәтте есіктен енем кіріп келді. Ол менен бұрын суретті қолына алды. Ұзақ қарап тұрды.
Суретте мен 22 жастамын. Жанымда күрімдеп тұрған жас жігіт. Енемнің жүзі бірден өзгеріп кетті. Ол суретті жоғары көтеріп: «Міне, мен бекер күдіктенбеппін. Бұл кім? Сен бізден не жасырып жүрсің?» деді. Сол сәтте Ерлан да жұмыстан кіріп келіп, енемнің қолындағы суретке көзін тікті. Ерлан табалдырықтан енді ғана аттаған еді. Емесінің қолындағы сарғайған суретті көріп, бірден тоқтап қалды. «Не болып жатыр?» деді абыржып. Енем суретті оған ұстатты. «Мынаны көр. Сенің әйелің бізге бәрін айтпаған». Ерлан суретке үнсіз қарады. Жас қыз, қасында күлімдеп тұрған жас жігіт. Екеуінің жүзінен бақыт байқалады. Ол маған бұрылды. «Гүлмира, бұл кім?» Даусында ашу жоқ, тек жауап іздеген адамның үні бар. Мен суретке ұзақ қарап тұрдым. Осы бір суретті соңғы рет қашан көргенімді де ұмытыппын. Көзіме жас келді. «Бұл Нұрлан. Кім ол?» Мен орындыққа жайлап отырдым. Жүрегім баяу соғып тұрғандай. 28 жыл бойы ішімде жатқан әңгімені алғаш рет айтуға тура келді. Біз университетте таныстық. Бір факультетте оқыдық. Алғашында жай ғана дос едік. Кейін бір-бірімізсіз өмір сүре алмайтын болдық. 4 жыл бірге жүрдік. Оқуды аяқтаған соң екі жақ келісіп үйленуге шешім қабылдадық. Құдалық өтті. Тойдың күні белгіленді. Көлік те дайын болатын. Шақыру билеттері де таратылды. Мен сол кезде өмірім осылай бақытты жалғасады деп ойлағанмын. Бірақ мен сөзімді аяқтай алмай қалдым. Көзімнен жас сырғып кетті. Ерлан үнсіз тыңдап отыр, ал енем қабағын түйіп: «Сосын ше?» деді. Тойға 20 күн қалғанда Нұрлан жұмыстан ауылға қайтып келе жатқан. Түнде көлігіне қарсы беттен шыққан жүк көлігі соғылған. Ол оқиға орнында көз жұмды. Үйлену тойының орнына біз жаназа шығардық. Үйдің іші үнсіз қалды. Енем де алғаш рет ештеңе демеді. Сол күннен кейін мен ешкімге қарай алмадым. 1 жыл өтті, 2 жыл өтті. Кейін әкем ауырып қалды. Одан соң қайтыс болды. Інілерімнің оқуын, үйленуін, үй мәселесін шешумен жүріп, өз өмірімді кейінге ысыра бердім. Жылдар өте берді. Анамды жалғыз қалдырғым келмеді. Сөйтіп жүргенде 50 жасқа қалай келгенімді өзім де байқамадым. Мен ешқашан тұрмыста болған емеспін. Ешкімнің әйелі болған емеспін. Мен тек өмірдің басқа жолын таңдауға мәжбүр болдым. Ерлан ауыр күрсінді. Ол қасыма келіп қолын ұстады. «Неге маған бұрын айтпадың?» Айтқым келді, бірақ өткен өмірімді қайта-қайта қозғағым келмеді. Мен оны ұмыту үшін емес, қабылдау үшін үндемедім. Ерлан басын изеді. «Мен саған сенемін». Осы сөзді естігенде кеудем жеңілдеп қалғандай болды. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Енем орнынан жайлап тұрды. «Әңгімең әсерлі екен, бірақ...» Мен оған жалт қарадым. «Мен бәрібір бір нәрсеге сенбеймін». «Неге?» «Егер шынымен сүйсең, сонша жылдан кейін басқа адамға қалай тұрмысқа шықтың?» Мен таңғалып қалдым. «Апа, нағыз махаббат бір-ақ рет болады дейді ғой. Онда Ерланға деген сезімің қайдан келді?» Үй ішінде тағы үнсіздік орнады. Ерлан: «Анашым, жетеді». «Жоқ, мен сұраймын. Бұл әйелдің ішінде әлі де айтылмаған сыр бар». Мен оның көзіне тіке қарадым. «Иә, Мен Нұрланды өмір бойы ұмытқан жоқпын. Бірақ адам өлгенмен өмір тоқтамайды. Мен өзімді де бақытқа лайық көргім келді. Ерланды Нұрланның орнына қойған жоқпын. Мен Ерланды Ерлан болған үшін сыйладым». Осы сөзден кейін Ерлан көзін төмен түсірді. Кешке қарай үйге Ерланның қарындасы Айман келді. Шайды бірге ішіп отырғанбыз. Енем болған әңгіменің бәрін басынан аяғына дейін айтып берді. Айман үндемей тыңдап шықты. Сосын маған қарап жымиды. «Жеңеше, уайымдамаңыз. Анам кейде артық кетеді». Мен де күліп жібердім. Бір сәтке бәрі түсергендей көрінді. Бірақ дәл сол сәтте енемнің телефоны шырылдады. Ол сөйлесіп болған соң түрі өзгеріп кетті. «Не болды?» деді Ерлан. Енем маған қарап: «Ертең біздің үйге ауылдан туыстар келеді. Солардың көзінше де осы әңгімені тағы бір рет айтасың. Өйткені менің туыстарым да сенің кім екеніңді білуге тиіс». Мен үнсіз қалдым. Ішімнен бір ғана ой өтті. Бұл сынақ енді ғана басталған екен. Түн бойы көз іле алмадым. Енемнің соңғы айтқан сөзі қайта-қайта құлағымда жаңғырып тұрды. Туыстардың алдында бәрін тағы айтасың. Мен неге өз өмірім үшін қайта-қайта есеп беруім керек? 50 жасқа дейін тұрмысқа шықпағаным қылмыс па?
Өткенімде ешкімге зияным тимеген болса, неге дәлел іздегендей сұрақтың астына алу керек? Ерлан да ұйықтай алмады. Таңға жуық маған бұрылып: «Кешірші, анамның мінезін өзін де түсінбей қалдым», деді. «Сен кешірім сұрайтын ештеңе істеген жоқсың. Бірақ сені қорғай алмай жүрмін. Мен оның қолын ұстадым. Маған бір ғана нәрсе керек». «Не?» «Маған сенсең болды». Ол еш ойланбастан: «Мен саған сенемін». Сол сөз маған күш бергендей болды. Түске таман үйге қонақтар келе бастады. Ерланның нағашылары, жеңгелері, көкелері, әпкелері. Ауылдан келген туыстар үйге лық толды. Шай үстінде бәрі әзілдесіп күліп отырды. Тек енемнің қабағы ғана ашылмай қойды. Бір кезде ол орнынан тұрып: «Маған бір ауыз сөз айту керек», деді. Үй іші тып-тыныш бола қалды. Мен ішімнен тағы басталды деп ойладым. Енем маған қарап: «Келін, бер отыршы». Мен жайлап барып қарсысына отырдым. «Кеше тойда басталған әңгімені бүгін аяқтайық». Ерлан бірден араласты: «Анашым, жетпей ме?» «Жоқ, туыстарының алдында ештеңе жасырғым келмейді». Сосын маған қарап: «Сенің өткеніңді бәрі естіді, бірақ мені мазалап жүрген басқа сұрақ бар». «Қандай?» «Сен біздің үйге не үшін келдің?» Мен аңтаң болып қалдым. «Түсінбедің?» «Ерланның үйі бар, зейнетақысы жақсы, жинаған ақшасы бар. Сен соған қызығып келген жоқсың ба?» Үйдегілердің бәрі бір-біріне қарады. Мұндай ауыр сөзді ешкім күтпеген еді. Мен үндемедім. Бірнеше секундтан кейін ғана жайлап сөйледім: «Апа, мен өмір бойы өз еңбегіммен күн көрдім. 30 жыл мектепте бухгалтер болып жұмыс істедім. Үйім бар, көлігім бар. Зейнетақыма дейін еңбек өтілім толық. Мен ешкімнің дүниесіне мұқтаж емеспін». Енем мысқылдап күлді: «Айту оңай. Дәлел керек болса, барлық құжатымды көрсетемін. Құжаттың бәрін жасап алуға болады». Осы сөзден кейін үйдегі үлкен кісі, Ерланның көкесі, сөзге араласты: «Қарындасым, тоқта, сен шектен шығып барасың. Мен тек сақтық жасап отырмын». «Жоқ, сен келініңді қорлап отырсың». Бөлме іші тағы үнсіз қалды. Сол кезде Ерлан орнынан тұрды. Мен оның мұндай кейпін бірінші рет көрдім. Дауысы қатқыл шықты: «Болды». Бәрі оған қарады. Мен 56 жастамын, бала емеспін. Кімді әйел ететінді өзім білем. Анам болса да, әйелімді бұлай қорлауға рұқсат бермеймін. Енем таңы қап қалды: «Сен маған қарсы сөйлеп тұрсың ба?» «Мен әділ сөйлеп тұрмын». «Бір әйел үшін туған ананды ұмыттың ба?» «Жоқ, бірақ әйелімнің еш кінәсі жоқ. Оны кінәлі адамдай күнде тергеуге алмаймыз». Үйде отырғандардың көбі Ерланды қолдап бас изеді. Енем үндемей қалды. Қонақтар кешке қарай тарай бастады. Мен аулаға шығып, таза ауа жұтықтырдым. Ішім сәл жеңілдегендей еді. Сол кезде көрші әйел келді. «Гүлмира, сәлеметсіз бе?» «Сәлеметсіз бе?» «Мынау сіздің сөмкеңіз бе?» Қолында менің қара сөмкем тұр. «Иә, үйдің алдында қалып кетіпті». Мен рахмет айтып, сөмкені алдым. Үйге кіріп ашайын десем, ішіндегі ақшам жоқ. Тойға туыстарым сыйлаған қомақты ақша салынған конверт те жоқ еді. Дәл сол сәтте енем бөлмеге кірді. «Не болды?» «Ақшам жоқ». Енем қабағын тиіп: «Қызық екен». «Иә, әлде өзің жасырып қойдың ба?» «Жоқ». «Онда біреу алған шығар». Осы кезде үйде қалған туыстардың бәрі жиналып қалды. Енем бәрінің көзінше: «Ешкім сыртқа шықпасын, ақша жоғалды. Бұл үйден ешкім кеткен жоқ. Бүгін бәрі анықталады». Менің жүрегім тағы да тарсылдап қоя берді. Үйдің ішін бір сәтте үрей басты. Енемнің «Ешкім сыртқа шықпайды» деген даусы бәрін тоқтатты. Есіктің алдында тұрғандар да кері бұрылып бөлмеге қайта кірді. Бір-біріне антарыла қарап отыр. Мен сөмкемді қайта-қайта ақтарып жатырмын. Конверт жоқ, ақша жоқ, құжаттар ғана қалған. Ерлан жаныма келді. «Қанша ақша еді?» «Тойда берген ақшаның бәрі, шамамен 1 миллион теңгедей». Үй іші гу ете қалды. 1 миллион ба? Ойпырмай. Сонша ақша жоғалды ма? Енем болса маған тесіліп қарап тұр. «Гүлмира, ақшаны соңғы рет қашан көрдің?» «Қонақтар келгенге дейін». «Демек осы үйдің ішінде жоғалған?» «Иә». Енем күрсініп алды. «Онда мәселе қиын». Бір кезде Ерланның көкесі,
ешкімді айыптамайық, әуелі дұрыстап іздейік, деді. Барлығы бөлмелерді қарап шықты. Диванның астын, шкафтарды, ас үйді, жатын бөлмені, ештеңе табылмады. Менің көңілім құласып барады. Ақшадан бұрын осы жағдайдың дәл менің басыма түскені ауыр еді. Енем кенеттен: Гүлмира, сөмкеңді өзіңнен басқа кім ұстады? Ешкім. Нақты білесің бе? Иә. Онда түсінбедім. Осы кезде Айман сөзге араласты. Анашым, келінді неге қайта-қайта қысып жатырсыз? Мен тек сұрап отырмын. Бірақ бәрі соған қарап отырғандай болып кетті. Енем үндемеді. Ерлан ойланып тұрды да: 1 минут. Бәрі оған қарады. Кеше ғана аулаға камера орнатқанмын. Үйдің алды түгел түседі. Егер сөмке сыртта қалған болса, бәрі көрінеді. Үйдегілердің бәрі бірден қозғалды. Иә, қарайық. Дұрыс. Камера өтірік айтпайды. Мен де ішімнен: Құдайым, кек шындық шықса екен деп тіледім. Ерлан телефоннан камераның жазбасын қоса бастады. Барлық экранға үңілді. Бейне анық екен. Міне, мен үйден шығып келемін, қолымда сөмке. Көрші әйелмен сөйлесіп тұрмын. Сосын сөмкені орындыққа қойып, үйге қайта кіріп кетемін. Сөмке аулада жалғыз қалады. Бірнеше минут ешкім жоламайды. Бәрі үнсіз қарап отыр. Кенет экранда бір адам көрінді. Ол жан жағына қарап алды. Сөмкені жайлап ашты. Ішінен ақ конвертті алды. Киімінің ішкі қалтасына салып жіберді. Сосын сөмкені қайта жауып, ештеңе болмағандай үйге кіріп кетті. Бөлме ішінен бір мезетте «Ойбай!» деген дауыс шықты. Мен экранға көз алмай қарап қалдым. Ақшаны алған адам Айман еді. Ерланның туған қан қарындасы. Айманның өңі қашып кетті. Жоқ, мен... Ерлан орнынан атып тұрды. Айман, бұл не? Айман көзіне жас алды. Аға, тыңдаш. Не тыңдаймын? Мен ұрламақ болған жоқпын. Енем де сасып қалды. Қызым, мынауың не? Айман еңкілдеп жылап жіберді. Менің күйеуімнің қарызы көбейіп кетті. Коллекторлар күнде мазалайды. Бүгін кешке төлемесек, үйімізді сотқа береді. Мен ешкімнен сұрауға ұялдым. Конвертті уақытша ала тұрайын, кейін қайтарам деп ойладым. Бірақ айтуға батылым жетпеді. Енем орындыққа отырып қалды. Оның жүзіндегі ашу бір сәтте ұятқа айналды. Ол маған қарауға да именіп отырды. Бөлмеде ешкім сөйлемеді. Бірнеше минут өткен соң, енем ауыр күрсініп: Гүлмира. Мен үндемей қарадым. Мен саған қанша ауыр сөз айттым. Ал өз қызым. Ол сөзін аяқтай алмай, басын төмен түсірді. Ерлан маған жақындап: Кешірші. Мен саған сендім. Бірақ сен осындай жағдайға түсіріп қойдым. Мен оның жүзіне қарадым. Бұл сенің кінәң емес. Айман жылап келіп аяғыма отырды. Жемеше, кешірімші. Мен сізді кінәлі болып қалады деп мүлде ойлаған жоқпын. Мен ақшаны қазір әкелемін. Ол жүгіріп шығып кетті. Үй іші тынышталып қалғандай еді. Бірақ менің ішімдегі бір нәрсе сынып кеткен болатын. Мен бөлмеге кіріп чемоданымды шығардым. Киімдерімді жинай бастадым. Ерлан соңымнан кіріп келді. Не істеп жатырсың? Кетем. Қайда? Өз үйіме. Жоқ, бұлай кетпе. Ерлан, ақша табылды. Шындық ашылды. Бірақ осы бірнеше күнде мені бұл үйде қанша рет өтірікші, пайдагүнем, күмәнді адам сияқты көрді. Мен енді бұл үйде өзімді еркін сезіне алмаймын. Ерлан үнсіз қалды. Мен чемоданның сырмасын жаптым. Қолымды есіктің тұтқасына созған сәтте, артынан енемнің дірілдеген даусы естілді. Гүлмира, тоқташы. Маған бір-ақ минут уақытыңды берші. Мен тоқтадым, бірақ артыма бұрылмадым. Осы үйге келгелі алғаш рет оның даусынан тәкаппарлық емес, өкініш сезілді. Бөлме іші тып-тыныш. Ерлан да үндемейді. Айман да көз жасын сүртіп тұр. Енем маған жақындап келді. Бір рет бетіме қараш, қызым. Мен жайлап бұрылдым. Ол көзіме тіке қарай алмады. Басын төмен салып тұр. Бұл кеше ғана мені бүкіл тойдың алдында сұрақтың астын алған адам емес сияқты. Гүлмира, мен өмір бойы бір нәрседен қорқып өмір сүрдім. Неден? Жалғыз ұлымды біреу алдап кетеді деп қорықтым. Ерланның әкесі ерте қайтты. Мен оны жалғыз өсірдім. Бар үмітімді соған арттым. Сондықтан өміріне кірген әр адамнан күмәндандым. Әсіресе кеш келген адамдардан. Ол көз жасын сүртті. Сенің жасынды көргенде де қорықтым.
Неге осы уақытта дейін жалғыз жүрді деп ойладым. Сөйттім де, сені танымай жатып үкім шығарып қойдым. Мен үндемей тыңдап тұрдым. Ал бүгін өз қызымның істегенін көргенде, менің қаншалықты қателескенімді түсіндім. Мен бөтен адамнан жамандық іздеппін, ал өз баламның жанайғайын байқамаппын. Айман еңкілдеп жылап жіберді. Анашым. Жоқ қызым, кінә тек сенде емес. Егер сен маған қорықпай сырынды айта алғанда, бүгінгі жағдай болмас еді. Мен сендерді тыңдаудың орнына үнемі өзім ғана сөйлеппін. Енем маған жақындап келді. Екі қолын ұстады, қолдары дірілдеп тұр. Қызым, кешір мені. Тойдағы сөзім үшін, күнде айтқан ауыр сөздерім үшін, сені жұрттың алдында ұялтқаным үшін. Егер сен мені кешірмесең де ренжімеймін. Өйткені оған өзім кінәлімін. Мен оның жүзіне ұзақ қарадым. Оның көзінен шынайы өкінішті көрдім. Бірақ жүректегі жара бірден жазыла қоймайды. Апа, мен сізге ешқашан жамандық ойлаған емеспін. Мен бұл үйге тек бақыт іздеп келдім. 50 жасқа дейін жалғыз өмір сүрген адамға қайтадан бір отбасына үйрену оңай емес. Ал алғашқы күннен бастап өзімді айыпталуштай сезіндім. Енем басын изеді. Білемін, енді түсіндім. Ерлан орнынан тұрды. Мен де кінәлімін. Екеуінің араларына ертерек араласуым керек еді. Әйелімді қорғауым керек еді. Мен үндемей қалдым. Ол жаныма келіп: Гүлмира, сен бұл үйге әйел болып қана келген жоқсың. Сен менің өміріме тыныштық алып келдің. Сені жоғалтқым келмейді. Өтінемін, кетпе. Осы кезде Айман да келді. Қолында ақ конверт. Ол маған ұсынды. Жеңеше, ақшаңыз түгел. Бір теңгесіне де тиген жоқпын. Мен басымды шайқадым. Ақша маңызды емес, маңыздысы адамның сенімі. Соны жоғалтып алмаңдар. Келесі күні таңертең енем өзі ерте тұрып дастархан жайып қойыпты. Мені көргенде жылы жымиды. Келін, шайды бүгін мен демдедім. Кел, бірге ішелік. Мен алғаш рет оның жанынан еш қысылмай отырып шай іштім. Шай үстінде ол кенет күліп жіберді. Кеше есіме түсті. Тойда саған не дегенімді екеуміз де жымидық. Бұрын точно үйленбедің бе деп сұрап едім ғой. Мен де күліп: Иә, өмір бойы ұмытпайтын сұрағыңыз болды. Енем басын шайқады. Енді біреу сұраса, өзім жауап берем. Не дейсіз? Ол маған мейірлене қарап: Менің келінімнің жасы емес, жүрегі жас. 50 жасында емес, 50 жыл күткен бақытына қол жеткізді деймін. Сол сәтте көзіме тағы да жас келді. Бұл жолы мұңнан емес, бақыттан еді. Сол күннен бері 3 жыл өтті. Қазір енем екеуміз жиі бірге шай ішеміз. Кейде сол алғашқы күндерді еске алып күлеміз. Айман да қарызынан құтылып, отбасын сақтап қалды. Ал Ерлан екеуміз әр мерейтой сайын бір-бірімізге бір ғана сөз айтамыз: бақыттың жасы болмайды екен. Мен өмірден бір нәрсе түсіндім. Кейде адамға махаббат ерте келмейді, бірақ кеш келген махаббаттың қадірі ерекше болады. Соғы.